Молочная девочка тортын дайындаймыз. Бізге керегі 3 дана жұмыртқа, 600 грамм сгущенка, 15 грамм разрыхлитель, 240 грамм ұн. Жұмыртқамыз бен сгущенкамызды жақсылап әппақ болып ағарғанша тура 5 минут миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алдық. Енді ұнымыз бен разрыхлителімізді араластырып, 2-3 бөлікке бөліп салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Тестамыз дайын. Осындай воздушный, әппақ көтерілген тесто дайын болады. Мен әрбір коржиктің қамырын 85 граммнан бөліп алып пісірдім. 12 дана шықты. Сіздер де осылай теңдетіп бөліп алыңыздар. 2 ас қасық примерно 85 грамм, 2 ас қасық. Ең алдымен қамырды өлшеген кезде оның ыдысын бөлек өлшеп алыңыздар. Қамыр дайындайтын, тестасын дайындайтын ыдыстарыңызды. Сол ыдыстың грамын общий шыққан қамырдың шыққан тестасынан общий барлығы қосылып шығады ғой қамырды өлшегенде. Сол кезде ыдыстың грамын алып тастайсыздар. И қалған грамды 12-ге бөлесіздер. 85 граммнан 90 граммнан түссе, солай етіп бөлесіздер. Менде 85 граммнан түсті 12 коржикке бөлгенде. Осылай қамырларды қасықпен жайып шығамыз. Мына воздушный тестамыз өте жақсы жайылады, оңай жайылады. Ондай қатты қиындық тудырмайды. Қамырларымызды жайып болып қалдық. Мен алдымен 5-6-ауын жайып алдым да. Пісіре бердім шетінен 180 градуста. 5 минут пісіріп алдым. 5-7 минут. Және бір нәрсені айта кетейін. Осы торт молочная девочка тортында және вупи пай тортында жақсы сапалы пергаменттерді қолданыңыздар. Біздің коржиктеріміз дайын, 12 коржик. Енді кремін дайындаймыз. Сливки 600 грамм, қант 100 грамм, 55 грамм сгущенка, 140 грамм креметти. Бұл начинкасына арналған крем. Кремді жақсылап миксерлеп аламыз. Креміміз дайын. Енді тортты жинаймыз. Подложканы қойып аламыз. Менде 26-шы формадағы подложка. Коржиктерім 22-ші формада. Подложканы қойғаннан кейін астына кішкене крем жағып, жарты қасықтай бірінші коржикті қоямыз, жылжып кетпеу үшін. Әрбір коржикке 2 қасықтан, 2,5 қасықтан кремді жағып, бірінші коржикті қойып алғаннан кейін сыртынан кальцоны, ацетатная пленканы кидіріп алып, тортымызды жинап шығамыз. Осы кальцо мен ацетатная пленканы қойған кезде сыртына кішкене кальцоны қысыңқырап, тортты жинаймыз. Сол кезде тортымыз түзу болып шығады.
Енді тортымызды кемінде 8 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Осы арада сәндеуге арналған заттарымызды дайындап алсақ болады. Мен мынаны мастикадан жасадым. Енді тортымыздың сыртын тегістеуге арналған кремді дайындаймыз. 200 грамм сливки, 100 грамм қант, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Сливки мен қантымызды жақсылап миксерлеп алдық. Енді 500 грамм креметте творожный сырды қосып, жақсылап миксерлейміз. Дайын кремді осындай кондитерский мешоктарға бөліп салып аламыз. Енді тортымыздың сыртын тегістейміз, яғни обтяжка жасаймыз. Ең бірінші кремді жұқалап, аз-аздан жағып, әр жеріне жұқа обтяжкасын жасап шығамыз. Черновый деп аталады. Бетінде, шеттерінде жұқалап, жағып шығамыз кремді тегістеп. Одан кейін барып қаптаймыз. Сонда тортымыз тегіс әрі коржиктердің ұнтағы шығып кетпейтін болады. Осындай ұзын шпательдің көмегімен тегістеп аламыз. Поворотный столик болғаны дұрыс. Тортты тегістегенде өте қолайлы, ыңғайлы. Осындай тортыңызды айналдырып тұрып тегістей бересіздер. Енді соңғы тегістеуді жасаймыз. Кремімізді осылай қалың етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне. Қалдырмай жағып шыққаннан кейін тортымызды тегістейміз. Торттың сыртын соңғы тегістеуін жасаймыз. Ең бірінші бетін тегістеп аламыз. Одан кейін қапталын ыңғайына келтіріп жағып аламыз. Бізге бір ұзын шпатель, бір тура осындайдың қысқалау шпателі, артық кремді алып тұрғанға, бір жалпақ шпатель керек болады. Тортымызды тура осылай етіп жаймен тегістей береміз. Торттың астындағы поворотный столикті айналдырып тұрып, жалпақ шпательді 90 градуста ұстап, тортты тегістеп тұрамыз. Артық қалған кремді, артық шығып жатқан кремдерімізді жетпей қалған жерлеріне, ойылып қалған жерлеріне жағып аламыз.
Қайтадан тортты тегістеуге кірісеміз. Шпательге жағылып шыққан артық кремдерді екінші шпательдің көмегімен алып, құрғақ салфеткамен сүртіп, қайттан тегістеп отырамыз. Бірнеше рет қайталанатын процесс. Бірақ жасап көрсеңіздер, 1-2 рет жасағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Торттың сыртын тегістегенде кремі дұрыс болса, өте оңай болады. Тез үйреніп кетесіздер. Тортымызды тегістеп болып қалдық. Осылай бірнеше рет қайталағаннан кейін тортымыз тегіс болып шыға келеді. Тортымыз холодильникте 8-12 сағат тұрғаннан кейін сыртын тегістесек, екі крем бір-біріне кері әсер етпейді, тортыңыз оңай тегістеледі. Сыртын тегістеп болғаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Мен мастикадан көріп тұрғаныңыздай жұлдызшаны, атаулы есімдерді жазып алып сәндедім. Кондорин мен спиртті араластырып, қалаған жерлеріңізді бояп, сәнге келтіріп, жағып қойсаңыздар болады. Жеміс-жидекпен сәндесеңіздер де болады. Маған осылай заказға түскеннен кейін осылай сәндедім. Әркім өз қалауы бойынша. Міне, тортымыз дайын.